Көлік салығы. Қостанай облысы мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары салықта төлеу мерзімі 1 сәуірде аяқталатынын ескертеді. Бұл мерзімнен қалып қойғандарға қосымша өсімпұл қосылады. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін қазір банктік немесе түрлі қосымшалар арқылы төлеу жасау мүмкіндігі бар. Онда тіпті төлем мөлшері де көрсетіледі. За 2024 год налог. Қостанай облысы бойынша 160 мыңнан астам автокөлік иесі бар. Олардың 30 мыңға жуығы қазіргі уақытта көлік салығын төлеп қойған. Сонымен қатар уақытында төлемейтін автокөлік иелері де бар. Автокөлік салығы уақытында төленбеген жағдайда іс жеке сот орындаушыларына жіберіледі. Қазіргі уақытта Қостанай облысы бойынша салығын уақытында төлемей жүргендердің саны 7 мыңға жуықтайды. Тіпті бір қостанайлықтың автокөлік салығы бойынша қарызы 6 миллион теңге шамасында. Ол қазір іздеуде. Банк карталары бұғатталған. Налоговый приказ. Жеке сот орындаушылары борышкерлердің жеке үйлерін арестке қояды, автокөліктерін айып тұрағына орналастырады, ал банк шоттарын бұғаттайды. Борышкерлердің шетелге шығуына рұқсат жабылады. Сонымен қатар олар өздерінің барлық борыштарына қосымша жеке сот орындаушысының қызметі үшін 25%-ға дейін ақы төлеуі керек. Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылдың 1 сәуіріне дейін 2024 жылдың салық берешегі өтелуі тиіс. Өткен жылы бұл шараларды уақытында орындамаған 8 азамат 5 күнге қамаққа алынған. Қазіргі уақытта ұзақ уақыт бойы салық берешегін төлемей жүргендердің берешегі 200 миллион теңгеге дейін жетті. Сергей Лукашин, Аслан Бияхмет, Алау телеарнасы.